Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді түскі асқа немесе кешкі асқа тойымды болып шығатын дәмді котлеттің ішіне жұмыртқа жасайтын боламыз. Ол үшін видеомды бақылаймыз. Ең алдымен тартылған етке блендермен майдалап туралған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және де панировочный сухарикті саламыз. Міндетті түрде жұмыртқа қосамыз. Бұл жерде мен жұмыртқа қосуды ұмытып кетіппін. Жұмыртқаны ұмытпай қосасыздар. Енді барлық керекті заттарымызды қосып болған соң осылай қолдың көмегімен мыжғылап, ұрғылап аламыз. Осылай ұрғылап алсақ, сол кезде тез оңай жабысатын болады, бір-біріне бірігіп. Енді жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды пісіріп суытып болған соң дайын болған фаршымызға ортасына осылай жұмыртқамызды салып, жұмыртқамыз көрінбейтіндей етіп, фаршпен барлық шетін жауып шығамыз. Фаршымыз қатты көп болып, қалың болып та кетпесін. Өздеріңіз байқайсыздар. Осылай барлығын салып шығамыз. Фаршымызды жасап болған соң жұмыртқаны ішіне салып, енді кезекте таваға майымызды қыздырып, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Пісіріп жібермейміз, тек сырты қызарса болды. Енді барлығын қызартып болған соң дәл сол майға пияз бен сәбізімізді майдалап турап, қуырып аламыз. Бес 10 минуттай қуырылған соң дәміне қарай шым-шым тұзымызды салып, оның үстіне жаңағы қызартып қуырып алған екі шетін қуырылған котлеттерімізді салып шығамыз. Мен қалып кеткен фарштан осындай майда-майда тетелевар жасап, оларды да қызартып қуырып қосып жібердім. Оның үстіне томат пен суды араластырып, немесе помидорды блендерден өткізіп, құйып бетін жауып 30 минутта боқтырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болып шықты. Өте дәмді әрі ерекше тойымды тез дайын болатын тамақ. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сау болыңыздар.